Сабақтың мақсаттары бойынша бүгін біз сенімен жаңа сөздермен танысамыз. По целям сегодняшнего урока мы с тобой познакомимся с новыми словами. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Дұрыс емес ақпараттарды анықтаймыз. Будем отвечать на вопросы, определять правильную, неправильную информацию по содержанию текста. Суреттердің көмегімен сөйлемдер құраймыз. Будем составлять предложения с помощью картин. Ең алдымен жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Би, танцы, моншақ, бусы, сахна, сцена, қимыл, движение. Тағы бір қайталайық. Би, моншақ, сахна, қимыл. Ал енді мәтінді оқып аударайық. А теперь прочитаем и переведем текст. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оның көйлегі қызыл. Ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Моя младшая сестра Гүлсая ходит в кружок танцев. У нее есть красивые бусы. Ее платье красного цвета. Она хорошо танцует. Она танцует с друзьями на сцене танец қара жорға. А теперь ответим на вопросы. Гүлсая неге қатысады? Куда ходит Гүлсая? Она ходит в кружок танцев. Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Оның көйлегі қандай? Какое у нее платье? Ее платье красное. Оның көйлегі қызыл. Гүлсаяда не бар? Что есть у Гүлсаи? У нее есть бусы. Гүлсаяда әдемі моншақ бар. Ол кіммен билейді? С кем она танцует? Она танцует с друзьями. Ол достарымен билейді. Ал енді дұрыс-бұрыс ақпаратты анықтайық. А теперь определим правильную и неправильную информацию. Первая информация. Гүлсая биге қатысады. Дұрыс па? Дұрыс емес пе? Әрине дұрыс. Гүлсаяның әдемі сырғасы бар. У Гүлсаи есть красивые серьги. А по тексту мы читали, что у нее красивые бусы. Значит, эта информация неправильная. Дұрыс емес. Ол жақсы билейді. Она хорошо танцует. Конечно, она хорошо танцует. Она ходит в кружок танцев. Гүлсая достарымен билейді. Гүлсая танцует с друзьями. Верно? Конечно. Дұрыс. Гүлсая достарымен қамажай билейді. Гүлсая танцует с друзьями танец қамажай. Это правильная информация? Нет, они танцуют қара жорға. Значит, дұрыс емес. Оның көйлегі қызыл, ее платье красного цвета. Дұрыс па? Дұрыс емес пе? Әрине, дұрыс. Ал енді суреттердің көмегімен сөйлемдер құрайық. А теперь мы должны составить предложение с помощью картин. На первой картинке Айсулу, она поет на сцене. Айсулу сахнада ән айтады. На следующей картинке девочки танцуют қамажай. Қыздар сахнада қамажай билейді. Осымен қымбатты досым, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау бол.